жаңа сабақ болады не? Біз өткен тараулардың бәрін бітіріп, бүгін жаңа тарауға көшеміз. Сондықтан сендерге мен мына кеспе қағазды таратып жіберейін. Балалар, мен сендерге қолдарыма кеспе қағаз тараттым, иә? Солай ма? Ендеше, осы не жайында екен? Кім айтып жіберді? Білесің бе балалар? Қайдан айтты ғой? 5 парыз, яғни 5 парызды айту керек болған. Бірінші парыз Құдайдың бірлігі мен Мұхаммед пайғамбар. Кім айтады балалар? Жарайсыңдар, Анита айдауыршы? 5 қару олар садақ, найза, мылтық, қылыш, айбалта. Жақсы, жалғас айбалта. Қалған екен, жарайсыңдар. Нұргелді. 7 шәріп, 7 әулие, яғни Мекке шәріп, Медине шәріп, Шам шәріп, Бұхар шәріп, Кәлләм шәріп. Тағы да 7 болады, не? 7 шәріп. Тағы да кім біледі? Біреу білмей айтпай қалды. Нұрғазы айтады, қосып жүрейік. Оның 7-шісі қатым шәріп бұл. Жарайсыңдар. Жақсы. Тағы да Перизат айтады. Маған берілгені 7 ата, яғни 7 атаға бала, әке, ата, арғы ата, баба, түп ата және де тек ата жатады. Жақсы. Нұрсұлтан айтады. 6 егетке денсаулық, қазына, дос, жар және де білім жатады. Жақсы. Бәріміз білдік па балалар? Мен балалар қолдарына берген кеспе қағаздардан не оқыттық? Не себепті беріп отырмын деп ойлайсың? Нұрғазы жауап берсін. Яғни осы барлық сөздерін қоса келе менің ойымша бұл ата-бабаларымыздан қалған ғибратты, ұлағатты асыл сөздер деп ойлаймын. Өте жақсы ғибратты, ұлағатты асыл сөздер. Бүгінгі тақырыбымыз өздерін байқадыңдар ма балалар? Қандай тақырып екен? Асыл сөздер. Өте жақсы. Бүгінгі бөліміміз сөз мәдениеті және шешендік сөздер тақырып бөлімі бойынша асыл сөз тақырыбын өтеді екенбіз. Ендеше балалар, біз осы асыл сөз тақырыбына біз айқын мақсат қоя отырып әдісі арқылы мақсат қояйықшы балалар. Кім айтады? Қандай мақсат қоямыз осыған? Кім айтсын? Әйгерім айта баршы, осыған қандай мақсат қоюға болады осы тақырыпқа? Сөзге сақ болу шешендіктен де асқан демекші, бүгінгі біздің сөз мәдениеті және шешендік өнер. Яғни осы айтылып отырған сөздердегі сөздердегі ғибратты түрде өзімізге ой тигізу мақсатымыз деп ойлаймын. Жақсы. Ендеше балалар, бүгінгі біздің мақсатымыз мамандандырылған тараядағы арнайы мәтіндердегі мақсатты аудиторияға арналған терминдер мен ұғымдарды, тілдік оралымдарды талдау. Яғни біз шешендік сөздерді оқи отырып, ішінен терминдерді есімізге түсіреміз. Жарайсыңдар. Балалар, күн ретін жас болсам да, тақырып жас болса, мына аудионы тыңдайды. Жиренше мен Қарашаш сұлу. Олардың сынына сай қыз кездеспейді, кездерген қызды ұнатпайды. Сөйтіп бір жігіт кездесіп жолдас болыпты. Өзі көптілдігін адам екен. Аудионы тыңдай келе, бұл жерде біз шешендердің тапқырлығына, ақылдылығына көз жеткізіп отырмыз. Мысалы, Жәнібек хан баладан сұраған кезде, бала, егерде бір қой жегілеріңіз келсе, кез келген үйге барыңыздар дейді. Ал егер 2 қой жегілеріңіз келсе, біздің үйге жүріңіздер дейді. Сонда хан түсінбей баланың үйіне барады. Бірақ бала саулық қой жоқ болғандықтан, яғни буаз қойды сойып береді. Бұл жерде баланың ақырлығына, тапқырлығын, яғни тиек еткім келіп отыр. Жарайсың. Жақсы, Анитаға да бәріміз қосыламыз. 2 баллық жүйе беріп қояйын. Жарайсыңдар. Ендеше балалар сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Ендеше екінші тапсырманың кітабымызды ашайық. Екінші тапсырмада не дейді? Перизат оқи қойшы. Тапсырманы оқышы, екінші тапсырманы. Мәтінді оқыңдар. Мәтіннен жай сөйлем түрлеріне қарай бірнеше мысал тауып талдаңдар. Қарамен берілген нақыл сөзді таңдап, сыныпта пікірлерімен бөлісіңдер. Жарайсың, жақсы. Ендеше мәтінді оқиды маған дауыстап, Әйгерім дауыстап оқи қойшы.
Ұлылар өнегесі Мұхтар Әуезов 1910-1911 жылдары Семейде орыс мектебінің 2 классында оқыған. Оның алғашқы ұстаздары Қаршадай балаға сол кездің өзінде үлкен үміт артса керек. Солардың бірі озық шәкірттің таза жазу дәптерін 40 жыл бойы архивінде сақтап келгенде, бұрынғы бала Мұхтар Дана атанып, мемлекеттік сыйлық алғаннан кейін жазушыға тарту етіп жіберген. 13 жасар бала, бірақ ойлы шәкірт сол 1911 жылдың 11 қазан күні тұңғыш рет тұтас сөйлем жазған екен. Алғашқы сөйлемнің өзін Әуезов «Қара күш ақылға төтеп бере алмас» деген нақылды сөздерден бастапты. Осы Мұзафар Әлімбайдың біздің Мұхтар деген кітабынан алынған екен. Балалар, сонымен Мұхтар Әуезов қаншаншы класстан бастап сөйлемдер жаза бастаған екен? Кім айтады? Бекісімізден айта қойшы. 2 класстан бастап ұзақ сөйлемдер жаза бастаған екен. Оны кейін Мұхтар үлкен ғалым болғаннан кейін қолына әкеп кішкентай кезіндегі дәптерін естепті табыстаған екен. Жақсы отырайын. Енді балалар, біз тақтаға жаңа перизат тапсырманы оқыды. Біз тапсырмада балалар, біз жай сөйлемнің түрлерімен де танысқан 8 сыныпта өткенсіздер, балалар? Кім айтады, қандай түрлер бар еді? Айбын айтады. Жай сөйлемдер 7 түрге бөлінеді. Олар жақсы сөйлем, жақсы сөйлем, жалан, жайылма, толымды, толымсыз, атау. Өте жақсы, балалар осы 8 сыныпта өткен білімімізді қазір мәтіннен сөйлемдер талдай отырып, осы түрлеріне қарай не істеп тұр тапсырмада? Ашқаздан отырады. Келесі тақтаға шығады ма? Қырмызы тақтаға шығады. Жазамыз. Сендер де жаздыңдар. Тақтадан бірінші апай, мен мынаны таптым деп тақтадан жазамын. Жай сөйлем түрінен жайылма сөйлемге жатады. Себебі Мұхтар Әуезов қайда оқыған? Дұрыс па балалар? Иә. Қай сөйлемші екен? Сықтауыш. Өте жақсы. Қай жылдары оқыған? 1910-1911 жылдары. Жақсы. Екінші сөйлемге тақтаға шығады. Айбын тақтаға шығады. Жақсы. Кімге қырмызға қосқан балды етіп алып беріп қояйын, жарайсың. Келесі сөйлем жазады. Соңына леп белгісі қойылады. Ал леп белгісі даралаушы қызметін атқарады. Өте жақсы, дұрыс па балалар? Леп белгісі даралаушы қызметті атқарады. Өте жақсы, отыра ғой. Келесі ең соңғысы кім айтады? Айдана. Әл сеніме бәлем, бұл лепті сөйлем. Әрпінен кейін, әл сөзінен кейін, әріпі не қойылады? Үтір белгісі қойылады, ол ерекшелеуші, ал ерекшелеуші қызметті атқарады. Әл сеніме бәлем, леп белгісі қойылады, ол даралаушы сөйлем, даралаушы қызметті атқарады. Отырады. Қайсы өте жақсы жауап бердің, Айбын да өте жақсы жауап берді. Қырмызы да өте жауап берді, жақсы. Ендеше ең бүгін сабағымыз қорытындылап жіберейікші. Мен саған, сен маған әдісі бойынша. Ал кетті, бүгін не үйрендік? Бүгін жай сөйлемнің түрлерін үйрендік, және де тыныс белгілерінің дұрыс қойылуын, тыныс белгілерінің қандай қызмет атқаратыны туралы үйрендік. Өте жақсы. Перизат не айтасың? Перизат айта ғой. Жалпы олар тыныс белгілерінің қандай қызмет атқаратынын білдік. Мысалы, даралаушы қызметі бар екен, ерекшелік қызметі, және де ойдың ара-жігін ажырату қызметі бар екен. 3 қызметі бар екен. Жақсы, тыныс белгілер қанша қызмет атқарады екен? 3 қызмет атқарады. Егер сөйлемнің соңына қойылса қандай қызмет екен? Даралаушы қызмет атқарады. Сөйлемнің ортасында келген ерекшелеуші қызмет. Егер сөйлемде құрмалас сөйлемдердің арасына және қойылатын болса қандай қызмет атқарады? Ойдың ара-жігін ажыратушы қызмет атқарады. Өте жақсы жауап бердіңдер балалар. Бүгінгі сабақта сендер енді маған кері байланыс жасап жіберіңдерші. Бүгінгі сабақ қалай болды сендерге? Ұнады ма? Мен сіздерге қазір қағаздарды таратайын. Осы құпия жәшікте
теримнің кері байланыстарын сала қойыңдар. Сала қойыңдар. Келе ғой, жалғыз. Өте жақсы. Сегіз балл жинапты, өте жақсы. Анита 8 балл жинапты. Жарайсың. Айбын 8 балл жинапты. Асқар 8 балл жинады бүгінгі сабақ бойынша. Жарайсыңдар. Бүгінгі сабақ бойынша мен сіздерді бағалап жіберейін. Айгерім 8 балл, Анита 8 балл, Қырмызы 8 балл алды, жақсы. Асқар 8 балл, Айбын 8 балл. Кім сабаққа? Нұрсұлтан 5, Жалғас 5 балл. Нұрбелді 6, Айдана 7 балл, Нұрғазы 7 балл. Бәрі бағаландыңдар, иә, балалар? Ал енді сау болыңдар.